Референдум тек саяси оқиға ғана емес, ол қоғамдық даму мен азаматтық белсенділіктің айқын көрінісі. Іле ауданының тұрғындары да бұл маңызды науқанға үлкен жауапкершілікпен қарайды. Сайлау күні ұлттық дәстүрді жалғап, жақсы ырымды бастаған сәттері де бар. Өтеген Батыр кентіндегі сайлау учаскесіндегі ерекше сәттерді әріптесім Құрманжан Қасымжанұлы жеткізуге дайын. Қайырлы күн, Құрманжан, халықтың көңіл күйі қалай екен? Қайырлы күн, Шапағат. Мен қазір Іле ауданы Өтеген Батыр ауылында орналасқан нөмірі 1062 сайлау учаскесінде тұрмын. Мұнда ала таңмен таласып келіп өз таңдауын жасап жатқан кісі қарасы қалың. Осыдан-ақ ілеліктердің бүгінгі саяси науқанға белсене атсалысып жатқанын аңғару қиын емес. Мен қазір осы сайлау учаскесінің төрағасы Ләззат Дәулет қызы ханыммен сөйлесіп, сұхбатқа тартып көрсем. Ләззат ханым, қош көрдік. Сіздердің бүгінгі сайлау учаскесіне жалпы тіркелген адамдардың саны қанша және белсенділіктері қалай болып жатыр? Келушілерге кедергісіз өз таңдауларын жасау үшін сіздерде қандай қолайлы жағдай қарастырылған? Сәлеметсіздер ме? Біздің жалпы учаскемізге 647 дауыс беруші азаматтарымыз тіркелген. Келген азаматтарымызға комиссия мүшелері тіркеп, бюллетендерін беріп, барлық жағдайды ашық және дұрыс жауап беруіне жағдай жасалған. Өздеріңіз көріп отқандай, референдум белсенді өтуде, азаматтарымыз өздері дауыстарын еркін беруде, барлығы республикамыздың заңнамасына сәйкес өтіп жатыр. Рахмет, Ләззат Дәулет қызы, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Құрметті көрермендер, бүгінгі референдумға айрықша ден қойып, ерекше бір көңіл күймен келіп жатқан ауыл тұрғындары да бар. Кейбір кісілер осында келіп өздерінің баласының тұсауын кесіп, осы референдум учаскесін үлкен мерекеге айландырып жатқанда жайы бар. Жалпы бұл референдумның әрбір дауыс беру құқы бар қазақстандықтар үшін орны бөлек, жөні ерек. Осындай белсенділік танытып жатқан азаматтардың бірі Іле ауданының Алматы облысының құрметті азаматы, Алматы облысы ардагерлер кеңесінің төрағасы Ербол Сапарұлы да осында. Ербол аға, қош көрдік. Келіп өз таңдауыңызды жасап жатсыз. Жалпы бүгінгі референдумның сіз үшін маңыздылығы неде? Мен бүгін референдум учаскесіне келіп өз таңдауымды жасадым. Ал енді мынау бұл жаңадан қабылданып жатқан ата заңымыз біздің елімізге деген өте маңызы зор. Егерде 95 жылғы қабылданған ата заңымыз ол өзінің тарихи миссиясын орындап, тарихи деңгейіне кетті. Ал енді қоғам өзгеріп, ел өзгеріп, жалпы өзіп жатқан біздің ары қарай дамуымыз үшін бізге жаңадан ата заң қабылдануымыз керек. Бұл заң жастардың заңы деп айтуға болады. Оның ішінде көп мәселелердің бәрі жастарға арналған, бұл болашақтың заңы деп айтуға болады. Рахмет, өз ойыңызбен бөліскеніңізге. Құрметті көрермен, бұл референдум учаскесінде таңғы сағат 7-ден бері 2 сағат айналасында қазірге дейін 150-ге тарта азамат келіп, өз таңдауын жасады. Мұнда қазір 5 комиссия мүшесі жұмыс істеп, 4 бақылаушы бақылап отыр. Жалпы Іле ауданы бойынша дауыс беру құқы бар 155.716 адам тіркелген. Оларға аудан көлемінде 92 сайлау учаскесі қызмет көрсетіп жатыр. Қазіргі менде бар ақпарат осы. Шапағат, кезек өзіңде. Рахмет, Құрманжан. Бізбен бірге тікелей эфирде болған әріптесім Құрманжан Қасымжанұлы.